Путин Қазақстан мен Ресей кезінде бір мемлекеттің қол астында өмір сүргені туралы әңгімесін айта бастады. Кезінде Қазақстан мен Ресей де бір мемлекеттің бір тудың астында өмір сүрген мемлекет екенін айта бастады. Ал Лукашенконың не айтқанын білесіздер. Қазақстан ядролық қаруға ие болғысы келсе, өзін қауіпсіз сезінгісі келсе, онда Ресей мен Беларусьтың одағына қосылсын деген болатын. Ал Тоқаев оған өз жауабын берді. Асықпай тарқатып айтайық. Путин жақында білесіздер, Қазақстанда АЭС-тің біріншісін бұл ресейліктер салатын болды, және ресейліктердің салатын, Росатом салатын атом станциясын қазақ билігі Ресейден қарыз алатын болып салды. Ойлап қараңыздар, қарыз алып атом станциясын салайық деп жатырық. Және сол атом станциясында, Қазақстанда салынатын атом станциясында орыстар салады ғой енді. Ал егер сонда қандай да бір оқиға болса, апатты оқиға болатын болса атом станциясында, онда оған орыстар емес, қазақтар билігі жауапты болады. Мәселенің мәнін енді түсінген шығарсыздар. Путиннің не айтқан қараңыздар. Қазақстанмен қарым қатынасымыз ерекше. Бұл айқын нәрсе. Мұны бәрі жақсы түсінеді. Бұл сөздің тура мағынасындағы одақтастық қатынас, ортақ тарихымыз, бір мемлекет құрамында өмір сүрген кезең, адамдар арасындағы жеке және гуманитарлық байланыстар, мұның бәрі аса маңызды деген болатын. Және Путин былай деді: Ресей мен Қазақстан арасындағы құрлық шекарасы әлемдегі ең ұзын шекара. Бұл да маңызды фактор. Осы тұрғыда да біз өзара қарым-қатынасты дамытуға ниеттіміз. Тағы да атап өткім келеді, Қазақстан бізге ең жақын мемлекеттердің бірі. Бұл біздің одақтасымыз, қарым-қатынасты дамытуда ешқандай кедергілерді көріп тұрған жоқпын деген болатын. Ал осы Қазақстанмен және Ресей, Беларусь одағы туралы Лукашенко, Белоруссияның президентінің өзі былай деген болатын кезінде Тоқаевқа: Қасым-Жомарт Тоқаев бұл үшін уайымдайды деп ойлаймын. Егер Қазақстан мен өзге елдерде де Ресей мен біздің арамыздағы секілді тығыз қарым-қатынас орнағанына ешкім қарсы болмаса, бұл өте оңай. Бар болғаны Ресей мен Беларусь одағына қосылу керек. Сонда ядролық қару барлығына да ортақ болады. Бұл менің пікірім, ресейліктердің пікірі емес, бірақ бұл мүмкін деп ойлаймын. Бірігу үшін біздің елдеріміздің арасында бірегей мүмкіндік барын стратегиялық тұрғыдан түсінуіміз керек деген болатын. Ал Тоқаев бұған былай деп жауап берді: Жақында Беларусь Республикасының президенті Александр Григорьевич Лукашенко Қазақстанға одақтас мемлекеттің құрамына қосылуды ұсынған. Мен бұл қалжыңды өз деңгейінде бағаладым. Меніңше оның қажеті жоқ. Себебі өзге де интеграциялық ұйымдар бар. Ең алдымен Еуразиялық экономикалық одақ. Ядролық қаруға келсек, оның бізге керегі жоқ, өйткені біз ядролық қаруды таратпау және ядролық қаруды сынауға тыйым салу туралы келісімдерге қосылғанбыз. Біз бұл халықаралық құжаттар аясындағы міндеттемелерді орындаймыз деген болатын. Ал енді сіздер бұны қалай түсінесіздер? Путин Қазақстан мен Ресейдің бір мемлекеттің құрамында болғанын айтып отыр кезінде. Ал Лукашенко айтып отыр: ядролық қаруға ие, мысалы Ресей мен Белоруссия мен арада екеуінің қатты достығын білесіздер ғой. Тіпті Лукашенко тәуелсіз мемлекеттің басшысы бола тұра, бір мемлекетті басқара тұра, Путиннен полковник шенін сұрап, әлемнің алдында сондай бір жағы өнерін көрсеткен еді. Ал енді айтып отыр Тоқаевқа: қане бізге келіп қосыл, сонда өзіңді қауіпсіз сезінесің деп отыр. Сонда Тоқаев өзін қауіпсіз сезінбей отырмасында Ресей мен Беларусьтың одағына қосылмаса. Әрине Тоқаев бұны Лукашенконың әзіл деп қабылдадым деді. Ал шын мәнінде Лукашенконың жаңағы сөзіне тағы да бір мәселе бар. Бұны мен айтып отырмын дейді, ресейліктер айтып отқан жоқ дейді. Сонда жалпы осы кезге дейін Лукашенконың мәлімдемелерін білесіздер, Кремльдің ойын астарлап жеткізетін адам. Ал Тоқаев айтып отыр: бізге бұндай одақтың керегі жоқ деді. Біз онсыз да ядролық қарудан өз еркімізбен бас тартқан елміз деді. Қазақстан қаншама ядролық жаңағы күш-қуатқа ие бола тұра, Назарбаевтың тұсында сонау тәуелсіздік алған жылдары ядролық қарудан бас тартып, шетелдік мемлекеттердің тәуелсіздік үшін кепілін алған болатын.
Ал Лукашенконың бұндай мәлімдеме жасауына не себеп болып жүр? Ал Путин неге Қазақстан мен Ресейдің ортақ тарих туралы, бір мемлекеттің қол астында өмір сүргені туралы айта бастады? Негізінде саясат тым тереңде жатқан сияқты.